Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге дәмі тіл үйіретін трайфлды жасап көрсетемін. Ол үшін ыдысымызға 3 жұмыртқа саламыз. Үстіне қант қосып жақсылап миксерлейміз. Аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Және үстіне ұн, какао қопсытқышты араластырып басқа ыдысқа осыған саламыз. Бөліп салыңыздар. Сол кезде біздің қамырымыз жақсы көтеріледі. Біздің қамырымыз дайын. Енді осыны жақсылап противенге салып 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Пирогымыз пісем дегенше бұл кремін дайындап алайық. Ең алдымен салқын күйдегі кілегейді, яғни сливкиді жақсылап миксерлейміз. Қоюланғанға дейін миксерлеңіздер. Және үстіне сахарный пудра мен творожный сыр қосасыздар. Біздің креміміз өзінің қалпын сақтап тұруы керек, осы видеода көрсетілгендей. Енді бұның барлығын бір ыдысқа жинайтын боламыз. Біздің бисквитіміз дайын болды. Енді осыны ыдысқа бөліп саламыз. Өзіңізге ұнайтын кез келген ыдысқа салсаңыз болады. Бірінші бисквитімізді саламыз, сосын крем саламыз, сөйтіп алма-кезек жасап отырамыз жеткенге дейін. Және бұны біз холодильникке біршама уақытқа қатырып қойып қоямыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп жасап шығыңыздар. Қонақтарға қоюға өте керемет. Дәмі тіл үйіретін осындай трайфлды жасап көрсеттім. Енді оған дейін біз шоколадын дайындап алайық. Кілегейге шоколадты қосып ерітіп аламыз. Қайнатудың қажеті жоқ, кішкене ерісе болғаны. Соны біздің қатып тұрған трайфлымыздың үстіне жағып шығамыз. Және тағы да холодильникке қойып қоямыз. Бізде өте керемет трайфл жасап шықты. Жасасаңыздар болады. Өте керемет. Жасалу жолы өте оңай. Баршаңызға кеңес беремін. Сіздермен болған Мадина. Баршаңызға ас болсын.